Сәлеметсіздер ме балалар, бізде математика сабағы. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл әдісін қолданайық. 101 санының үлкен, бірақ 700 санынан кем. 0 цифрімен аяқталған неше сан бар? 2 цифрімен аяқталған сан ше? Есептеп, шешімін тауып көріңіздер. Оқушылар, үй тапсырмасын тексереміз. Bir бағыттағы қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдығы қалай есептеледі? Bir бағыттағы қалып қою қашықтау жылдамдығы қалай есептеледі? Оқушылар, бүгінгі сабағымызда топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ берілген сызба арқылы есепті шығарады. Екінші жолаушының жылдамдығын арифметикалық әдіспен амалдар арқылы табады. Екінші топ теңдеу құрамыз. Үшінші топ арифметикалық амал арқылы есепті теңдеу құрып шығарыңдар. Төртінші топ алгебралық тәсілмен теңдеу құрып шығарыңдар. Оқушылар, төртінші тапсырмаға назар аударайық. Сөз есеп. Серікпен Аман бір уақытта ауылдан өзенге қарай моторлы шанамен шықты. 250 минут жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Ал Арман 200 минут жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серіктен қанша қашықтықта болды? Есептеп көрейік. Серік пен Арман қандай уақытта ауылдан өзенге қарай велосипедпен шыққанын анықтайық. Серіктің жылдамдығы қанша? Серік неше минуттан кейін өзенге жетті? Арманның жылдамдығы қанша? Есептен не белгісіз? Бұл есепті екі тәсілмен шығарып көріңдер. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық. Оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, бір тынығып алайық. Бесінші тапсырма. Қарды тазалайтын екі машина бір уақытта таңғы сағат 8-де шығып, бір бағытқа қарай жүрді. Бірінші машина жылдамдырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың ара қашықтығы 6 км болды. Егер екінші жылдамдығы 30 км/сағат болса, онда бірінші машинаның жылдамдығы қандай? Есептеп тауып көріңдер. Оқушылар, 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Алгебралық тәсілмен шығарамыз. Оқушылар, кім зерек ойыны? Сөз есептің жауабын шешіп көрейік. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Ауланы қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар тартылды. 2018 жылы 4 цифрмен жазылады. 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы болашақтағы жылдарды неше рет жазуға болады? Барлық нұсқаларын жазыңдар.